шара ұйымдастырылып міне қазір келіп жатсыздар. Осы шараны да қолдаған барлық еңбек ұжымдарына, біз мына осы бастаманы қолдап жатырған барлық қала тұрғындарына өзімнің алғысымды жеткізгім келеді. Қасым-Жомарт Кемелұлы әр өңірде, елді мекендерде балалардың жағдайын жасауға бағытталған нақты тапсырмаларды беріп отыр. Мемлекеттік бағдарламалар қабылданып жүзеге асырылуда. Біздің Атырауымызда да бұл жұмыстар жүйелі түрде жүзеге асырылып жатыр. Былтырғы жылы өздеріңіз білесіздер 9 жаңа мектептің құрылысы басталды. Биылғы жылы оған қосымша 5 мектептің құрылысы басталады деп жоспарлап отырмыз жаз айларында.